Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен осындай күлшелердің рецептісімен бөлісемін. Өте жұмсақ, өте әдемі болып піседі. Бір жасағаннан шығатын проверенный рецепт. Егер де осы рецептпен жасасаңыздар, дүкеннен сатып алғыларыңыз келмейді, өте жылдам дайын болады. Сондықтан видеоның соңына дейін қараңыздар, міндетті түрде кейбір нюанстар айтылады видеоның ішінде. Сондықтан міндетті түрде соңына дейін қарап алыңыздар. Шұңғылдау ыдысқа жылы сүт құямыз, жылы су құямыз, одан кейін барып дрожж және де қантымызды саламыз. Қосқыштарыңыз өте жақсы, срок өте жақсы болу қажет, срок өтіп кетпеген болуы керек, көтерілмей қалады нандарыңыз. Егер срок өтіп кеткен болатын болса, осылай жақсылап қозғап қоямыз. 5 минуттай тұра тұрсын кішкене. Енді тұзымызды саламыз. Ерітілген сары майымызды құямыз бетінен. Енді кішкене жақсылап араластырып жібереміз. Електен өткізіп ұн салатын боламыз. Міндетті түрде ұнды електен өткізу қажет, сонда жақсы көтеріледі. Ұнды мен 2 бөлікке бөліп салдым. Бірінші бөлігін салғаннан кейін осылай лопатканың немесе қасықтан кез келген нәрсенің көмегімен араластырып алсаңыздар болады. Ұнның екінші бөлігін барлығын бірден саламыз енді. Осылай лопатканың көмегімен жақсылап бір араластырып аламыз да, қолымызбен жақсылап қамырлейтін боламыз. Осындай тығыздау, қатты сұйық емес, қамыр болуы тиіс. Жақсылап осылай илейміз. Міне, қамыр дәл осындай болып шығуы тиіс, қатты емес, қатты жұмсақ емес. Міне, кішкене сұйық майды бетіне құйып, бетіне жағып қоямыз. Бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа ашығанға дейін ұстаймыз. Міндетті түрде бетін жабыңыздар. Бетіне және де астына барлығына майды жағып шығамыз, дәл осылай видеодағыдай. Міне, қамырымыз өте жақсы көтеріліп шыққан, өте воздушный, өте әдемі болып тұр. Мен осы 1,5 сағаттың ішінде 2 рет басқан болатынмын. Осылай жақсылап көтерілген кездерінде. Міне, үшіншісінде бірақ алдым. Қолға жабыспайтын өте әдемі қамыр шыққан. Қамырды қатты баспай, осылай кішкене сопақша етіп дөңгелетіп бөліп аламыз. 150-140 граммнан бөлсеңіздер болады. Бұл енді өздеріңіздің қалауларыңызша. 100 граммнан бөлсеңіздер де болады. Дәл осылай 140-145 граммнан мен 8 бөлікке бөлдім. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызша 10 бөлікке де бөлсеңіздер болады. Қамырды дәл осылай алақанымызбен айналдыра отырып, топ-томалақ етеміз. Кішкене алақаныңыздың салмағы түссе, одан кейін барып саусақтарыңызды жеңіл ұстасаңыз, өте жақсы томаланады. Тек алақаныңыздың күші қаттырек кішкене түсуі керек. Міне, дәл осылай осындай шарлар жасаймыз томалақ етіп. Топ-томалақ болады осылай. Дайын болған қамырды противенге пергамент бумагасын төсеп, осылай барлығын салып шығамыз. Және де бетін жауып, салафанмен немесе пищевой пленкамен 10 минутқа бөлме температурасында қалдыратын боламыз. Кішкене көтерілуі тиіс. Міне, дәл осылай барлық шетіне жауып қоямыз салафанның көмегімен. Ауа тиіп, беті қаязып қалмауы керек, яғни қатып қалмауы керек жаурап. Міне, 10 минутта өте жақсы көтерілді. Осы кезде пештеріңіз 180 градуста қосып қойыңыздар, қызып тұруы тиіс. Міне, дәл осылай қолдарымызбен ортасынан шұңқыр жасаймыз. Кішкене қаттырек баса отырып, ортасы көтеріліп кетпеуі тиіс. Шанышқының көмегімен дәл осылай орталарын тесіп шығамыз. Бұл көтеріліп кетпеуі тиіс, осылай жасасаңыздар. Егер де менің каналыма әлі де тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде подписация батырмасын басып, жанындағы колокольчикті баса кетіңіз. Менің бірде-бір видео рецепттерімді қалдырып алмаңыз. Және де сізге пайдалы болатын рецепттер көп болады, әлі де Алла қаласа. Сондықтан тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Міне, дәл осылай барлығын тесіп боламыз.
Енді ең соңында бір жұмыртқаның сары бір ас қасық суды құйып, дәл осылай барлық нанға жағып шығамыз. Міне. Егер де неліктен жұмыртқаның ақ уызымен бірге араластырып жақпайды десеңіздер, ақ уызбен жаққан кезде нанның беті әртүрлі узорда түсті болып қалады, яғни. Егер де су қосып жағатын болсаңыздар, өте біркелкі болып шығады нанның түсі. Сондықтан осылай жағады. Негізінде байқасаңыздар, видеорецептің көбінде самсаға да осылай жағады, себебі толық бір келкі болып тұрады беті. Барлығына жағып болғаннан кейін 180 градуста 25-30 минуттай пісіріп аласыздар. Сіздің пештеріңіздің қызуына қарай беті қызарған кезде ала берулеріңізге болады. Әсемдік үшін бетіне кунжут септім. Сіздер кунжут немесе мак сепсеңіздер болады. Өздеріңіздің қалауларыңызша, бұл тек әсемдік үшін. Бұны сеппей, өзін ғана пісірсеңіздер де болады. Сап-сары өте керемет болып шықты. Егер де осындай жұмсақ, дәл дүкендегідей болып шыққан. Егер де дәл осындай сап-сары жұмсақ болып шығатын нанды қаласаңыздар, міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Және де жылдам дайын болатын нанның бір түрі бұл. Егер де менің видео рецептім ұнаса, міндетті түрде астында өз пікіріңізді қалдыра кетіңіз, және де қазақша контентті қолдау мақсатында лайк басып тұруды да ұмытпаңыз. Ас болсын, сау болыңыздар!